Рахмет көп. Кеше ғана келдіңіз, бүгін үміткер келді сізге. Әңгімеңізден кеше осы жерде өзіңізді таныстырғанынан бәлкім бірден ұнап қалған шығарсыз. Бұл өмірде бәрі мүмкін ғой. Мүмкін, иә? Дайынсыз ба? Дайынмын. Шақырайық, иә? Шақырайық. Ендеше аш келдіңіз, есіміңіз? Саламатсыздар ма? Есімім Жұлдызай болады. Сіз нешеде? Жасым 20 жаста. 20-дасыз. Иә. Қай жақтың тумасысыз? Қарағанды облысынанмын. Қазір Алматыда оқимын, жоғарғы оқу орнында. Арон енді бізде кеше ғана келді. Сіз кешегі эфир Қалдым, жаңа қатысушы болып келіпті. Енді жаңағындай ұнату дегенде танысып көргім келді, сол үшін келдім. қандай бір сырт келбеті ма, әлде бір айтқан сөздері бәлкім ұнап қалған? Сырт келбеті, иә, бойы ұзын. Менің талғамыма келеді. Иә. Ал Арон, сұрақтарыңыз? Бір інім бар, анам бар. Әкем 2015 жылы қайтыс болды. Иманды болсын. Әмин. Арон, тағы да сұрақтарыңызды қоя Мен қойыңыз. қойын ба? Қоя бер рұқсат. Қазір енді бір-екі сұрақтар болсын деп не болды, Фортуна? Қоя берейін ба? Иә, қоя Жалпы қойыңыз. Арон, дайын. отбасыда жалпы өмірде сіз үшін сіздің жұбайыңыздың орны қаншалықты жоғары әлде қалай бағалайсыз жалпы? Мен өз басым қазақи дейді ғой. Отбасым барлығы қазақи салт дәстүрді ұстанған, және де менің еркек әйелден бір саты жоғары тұрады. Сай келді, иә, әңгімелеріңіз? Қош келдіңіз, Жұлдызай ма? Саламатсыз ба? Өте әдемі екенсіз. Рахмет Енді көп. сіз қанша енді жас екенсіз де жасыңыз. Иә. Қанша уақытта үйленіп кетуге дайынсыз негізі тұрмыс құруға? Жалпы тез арада үйленіп кетуге дайын емеспін. Өйткені маған жаңағы бірге дамитын, бірге бұйырса Алла қаласа, жақсы болып кетіп жатса, бірге өсіп, танысып, ол таныстыққа байланысты деп ойлаймын. Иә, меніңше көп бір сұрақ қоюдың қажеті жоқ сияқты, иә? Арон, шымылдықты ашамыз ба? Ашайық. Ендеше шымылдық ашылсын. Әдемі? Әдемі? Сәлеметсіз ба, Жұлдызай? Қош келдіңіз, өте әдемі. Прям кіргеннен жарқырап кіріп отырсыз. Рахмет. Соңғы арақатынас қашан болды және не себепті тоқтады? Бұрын сонда тұрмысқа болдыңыз ба? Тұрмыста болмағам. Соңғы арақатынасым, мен осы жақында Турциядан келдім. Оқу практикасымен бардым. Түрік жігітімен болды. Күшті білімді екен, енді шынымен Аронды танып келдің ғой, былай ұнатып. Шариярдың көңілі кетіп отқан секілді ма деп қоямыз. Бір жағынан Аронда Айтсын енді. Баласыған бір сұрақ қоясам, оған ренжімесеңіздер. Арон, сұрағыңызды қоясыз. Арон? Сұрақ қоясың ары қарай. Жоқ, таныстық жалғаса ма? Айтсаңызшы, сұп-сұлу қыз келіп тұр. Сұрақ. Жоқ. Құрметті көрермен,